Сөзіңе ие бол, сөз ісіңе айналады. Ісіңе ие бол, іс әдетке айналады. Әдетіңе ие бол, әдет мінезге айналады. Мінезіңе ие бол, мінез тағдырыңды шешеді. Бұл қазақтың маңдайына дара біткен ұлдарының бірі Шәкәрімнің сөзі. Армысыз тыңдарман қауым. Бүгін біз сіздермен Шәкәрім туралы біраз сөз қозғайтын боламыз. Таланты елден ерек, тағдыры талайдан қиын атамыз туралы біз не білеміз? Ұлт тарихында өз орнын ойып тұрып белгілеп кеткен осынау тарлан тұлға ұрпақтар санасынан, елінің жүрегі мен жерінен лайықты орнын ала алды ма? Подкастымызда айтылатын ақпараттар алаңы осы екі сұрақ айналасында болады. Қайырлы күн, қазақ елі. Ассалаумағалейкум. Жанын арының садағасы еткен, арда азаматын ардақтауды алдымен ойлаған алашым менің. Өзі туған, өскен ортасынан ойы да, болмысы да, жазғаны мен жасағаны да оқ бойы озық оғландардың бірі Шәкәрім. Қазақтың ұлы тұлғасы, ақыны, философы, аудармашысы Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы подкастың жүргізушілері Астана қаласы халықаралық бакалавриат бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 9-шы сынып оқушылары Сабыр Ахмет, Шамғали Марғұлан және мен Есберген Бекасыл. Бекасыл, сен соңғы уақытта Шәкәрім атамыздың шығармаларын біраз ақтарып жүрсің. Елдің бәрі қайталай беретін таптаурын емес, тыңдарман үшін қызықты, әрі пайдалы болатын қандай тың мәліметтерің бар, ортаға сала отыр. Шәкәрімнің шығармаларының нақты саны белгісіз екен. Меніңше, оның екі түр себебі бар. Біріншісі, Шәкәрімнің біраз туындылары жойылып кеткен. Екіншісі, Қажы атамыз тарих қойнауында ұзақ жылдар қалып қоюына байланысты толықтай зерттеле қоймаған. Өзі туралы жазған естеліктерінің бірінде былай дейді: жазғы тұрым әкем өліп, ауылға ас қойып келіп жатқан адам көп болды. Мен осы кезде есік алдындағы төбешікте отыр едім. Тасқа өрмелеп бара жатқан жұлдыз құртты көріп, оны езіп өлтірдім. Әлден соң өлген құртқа жаным ашып аядым. Сонда жылап отырып құрт болып өлең айтқаным бар. Содан ойымда қалғаны: өлтірдің, не таптың сен онан пайда? Өмір сүріп жүрушем жазда сайда. Өлімнің қандайлығын көзің көрді. Кешегі тірі жүрген әкең қайда? Менің де жетім қалды балаларым, оларда жылайды іздеп аналарын. Өзің жетім, жетімді аясаңшы, жоқ екен басыңда ми саналарың. Осы өлеңін жазғанда Шәкәрім 7-8 жастағы ойын баласы. Бірақ өлеңіндегі мағына тереңдігі оның ерекше дарындылығын көрсетіп тұрғаны даусыз. Адам мен жәндіктің өмірі мен өлімін, жетімдік кімге де, неге де болса оңай тимейтінін сол кезінде ақ пайымдай білген. Әрине, бала Шәкәрім Тырнақалды өлеңінде жатқан философиялық ойды түсінбейтін болар. Алайда осы 8 тармақтан ақ өмір бойы өз жырлап өтетін адамдық қасиет, ар ісі, өлім мен өмір, жан мен рух деп аталатын тақырыптардың алғашқы дәнегін аңғару қиын емес. Құдайбердіұлының санама әсері мықты болған шығармаларына тоқталғым келіп отыр. Аурусыз жанға айла жоқ, аурулы жанға дәрі бар, аурусыз адам қайда жоқ, аурудың онда бәрі бар. Бұл бірінші шумағы. Оқырман алдымен адамның физикалық денсаулығы туралы ой жетегіне ереді. Мен ер азамат ретінде тән саулығының маңыздылығын тағы бір рет ұғындым. Ал 4-ші тармақты оқығанда тән саулығы мен жан саулығының арасындағы ажырамас байланысты ескересің. Егер сен аурумын деп айта берсең, өз жаныңды іштей жей берсең, жаның тәніңнің егеуі болады. Алғашында 1-ші тармақта автор аурусыз жанға айла жоқ деп кімді нені айтқысы келгенін түсінкіремеді. Аурусыз жандар мыйсыздар, мыйсызда ауру бола ма? Тәні сау миы науқастар, ондайға дәрі қона ма? 2-ші шумақты оқығанда өлең мағынасы тереңдей түсті. Ойым нақтыланды. Демек, ақын 1-ші шумақта аурулы, аурусыз сөздерін арлы, арсыз немесе ойлы, ойсыз сөздерінің синонимі ретінде алып отыр. Ал 2-ші шумақта қолданылған мыйсыз сөзі автор ұстанымын, айтпақ ойын нақтылай түседі. Бұл шумақтағы ауру сөзі ар ой сөзінің орнына қолданылған. Мыйлыда ойсыз күн болмас, ауырмай миы тұрама, миынан басқа ем қонбас, емдейін деп сұрама. 3-ші шумақтағы мыйлы сөзі ары ойы бар деген мағынаны білдіріп тұр. Шәкәрім өмір сүрген кезеңдегі түрлі келеңсіздіктер өзін ғана ойламайтын, ел қамына қабырғасы қайсар адам жанын арын ауыртпауы мүмкін емес. Демек, автор қоғамдағы ар мен арсыздықтың шайқасын 3-ақ ауыз өлеңге керемет сыйғыза білген. Бекасыл, 3 шумақ өлеңдегі идеяны дегеннен осыншалықты терең түсіне ашалдың ба? Әлде Шәкәрім туралы қосымша ізденістер, талдаулар мен зерттеулерден соң түйілген ой ма бұл? Марғұлан, сұрағың орынды. Мен Дана атамыз туралы біраз ақпараттарды, пікірлерді ақтарғаным рас. Шәкәрім шығармаларына дегеннен терең бойлай алу үшін бей көре керек екен.
Ал қиял кеңістігі, ой өресі оқу, ізденіс арқылы танымдық полемика көмегімен өз ауқымын кеңейтеді емес пе? Бұл да шәкәрім шығармаларын оқығаннан кейін өзіме түйген тағы бір тұжырымым. Қойған сұрағыма ренжімеген боларсың. Оның себебі мынада. Шәкәрімнің қай шығармасын алсаң да ерекше рух желі есіп тұрады. Ақынның білімі, терең пәлсапасы, қоғамдағы қилы-қитұрқы қылықтарға көзқарасы атамыздың уақытынан озып туған терең ойшыл екенін көрсетеді. Мені қызықтырған шығармасы «Үш анық» деп аталатын философиялық трактаты. Осы еңбегіндегі атамыздың ойын түсіну үшін мен де азды көпті ақпараттарды ақтарғаннан кейін ғана тұжырымдардың мағынасын түсініп, тереңдігін тани бастадым. «Үш анық» бір оқығаннан түсінуге өте қиын трактат. Себебі бірнеше ғылымға қатысты пікірлер айтылған. Шәкәрімге дейін қазақ ғылымында мұндай кітап жазылмаған. «Үш анықта» Шәкәрім 50 шақты ғалым, ойшыл, философтардың ой пікірлерін, тұжырымдарын, еңбектерін мысалға келтіреді. Ойлап қараңызшы, атамыз сол шығармалардың барлығын ақтарып, өз ойына азық, арқау өткен болып тұр ғой. «Үш анық» шығармасында Шәкәрім еуропалық болсын, шығыстікі болсын бірде-бір ғұламаның айтқанына дегеннен құлап сенбейді. Әрбір пікірге, ойға қатысты өз салыстырмалы талдауын айтады. Сөз саны 8 мыңнан сәл ғана асатын «Үш анықты» Шәкәрім 30 жылдай жазыпты. Сонымен 30 жыл жазылған, көлемі 8 мың сөзден сәл ғана асатын бұл шығармасында атамыз нені анықтаған? Бұл шығарманы мен де оқыдым. Шәкәрім айтқан үш анықтың ең біріншісі ғаламдағы барлық заттар мен құбылыстарды, тірі ағзаларды бір жаратушының бар екендігі. Өз пікірін жан-жақты түсіндіріп, ғұлама мен ғалымдардың мысалдарын салыстыра отырып түйіндейді. Екінші, жанның бар екені анық. Шәкәрім жанды ешқайда жоғалып не жойылып кетпейді. Әр түрге түсуі ықтимал деп түсіндіреді. Мені таң қалдырғаны жанның түрлерін былайша бөліп қарастырғаны. Инстинкт, сезімді жан, сознание, аңғарлы жан, мысль, ойлайтын жан, ақылды жан. Үшінші анық, жанның екі өмірдегі азығы ұждан. Адамдағы нысап, әділет, мейірім, үшеуін қосып айтқанда мұсылманша ұждан, орысша совесть деп тәптіштеп түсіндіреді. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні үш анықта абыз атамыз жаратушының, яғни Алла тағаланың бар екені хақ. Оның білімі де анық, жан мәңгілік, оны мойындау керек. Ал жанның екі дүниедегі азығы ар, ождан тазалығы деп тұжырымдайды. Бір оқығанда түсінуге, қабылдауға оңай дүние емес. Ал түсініп, мәніне бойлағанда ғана тереңдігін, өмірде адамилықты сақтаудың маңызды екендігін аңғаруға болады. Осы еңбегіндегі мына тұжырымға назар аударып қараңдаршы. Егер адам өзі өлгеннен кейінгі келесі өмірінде ұжданы жанның азығы болатына әбден нанса, оның жүрегін еш нәрсе қарайта алмайды. Керемет түсіндіру, керемет философия, армен, ұжданмен өмір сүруге талпынуға керемет мотивация. Егер мәңгілік өмір сүргің келсе, ар мен ұжданыңды таза ұста, сонда ғана жаның таза рухпен азықтанады. Егер жан мәңгілік болса, ол түрленетін болса, демек сенің таза рухың, таза жаның сенен кейін тағы бір таза ағзаның өмірін гүлдендіреді деп тұрған жоқ па? Енді мына ойға құлақ түрейік. Менің ойымша, қанша айтып тәңіріні жоқ қыламын дегенмен, жанның сау ақылы тәңіріні мойнына салмай қоймайды. Бірақ дағдысынан оза алмай оны сезбейді. Осындағы жанның сау ақылы деген тіркес мені ерекше ойландырды, қызықтырды. Жанның сау ақылы бар болса, демек жанның сау емес, ақылы да бар. Осы пікіріне қатысты мен екі түрлі ой түйдім. Біріншісі, бір адам жанында екі түрлі сау және сау емес ақыл болуы мүмкін. Олар алма-кезек үстемдік құрады. Кейде адам ашумен, ызамен немесе басқа да сезімдерге беріліп, жаратушының бар екендігіне күмән келтіреді. Кейде өзі күмән келтірген жаратушының бар екенін мойындап, оған жалынады, жалбарынады. Екінші түйгенім, қоғамдағы атеистер мен жаратушының бар екенін мойындаушылардың шайқас алаңы. Бұлар да қоғам сахнасына алма-кезек шығады, бірақ түбінде сау ақыл жеңіске жетеді. Ол үшін басқалардан ғана емес, өзіңнен де озуға тырысу керек. Бұл Шәкәрім айтқан ар білім үшін көп іздену, оқу, рухани даму керек деген сөз. Ахмет, біз ортақ талқылау, ой бөлісу арқылы Шәкәрім шығармаларын терең түсініп қана қоймай, ғұлама ғалымның шығармашылығы мен өміріне деген қызығушылығымызды артып отыр. Жалғастыра түсші. Жаңа сен өмірбаян туралы білуге ынтам артып отыр дедің ғой. Менің ең білгім келгені Шәкәрімнің өлімі туралы. Өйткені оны атып өлтірген Абзал Қарасартов деген НКВД-ның қолшоқпары. Кейбір деректерде бұл мәлімет туралы нақты дәлел жоқ. Бірақ Шәкәрімді атып өлтіруші топ ішінде Қарасартовтың болғаны ақиқат.
Жаралы менің жүрегім деп аталатын өз естелігінде Роланд Сейсенбаев Қарасартов туралы тағы бір мәліметті алға тартады. 1958 жылы шәкәрім ақталып, оның өмірі мен шығармашылығы елге тарала бастағанда, Қарасартов тағы да қара ниетін іске асырып, ЦК мен КГБ аппараттарын қайта қопарып, Қажы есіміне тағы да күйе жағып, қайта жаптырады. Ал Евней Букетов шәкәрімді атқан Абзал Қарасартовтан таспаға жазып сұхбат алған. Осы таспаны 1979 жылы Мұхтар Мағауинге тек тыңдау үшін береді. Араға 12 жыл салып, Жұлдыз журналында осы сұхбатты Мағауин жариялайды. Неліктен сол кезде жарияламауының себебі, шәкәрім 1988 жыл ғана толықтай ақталып шықты. Мен өтермін, кетермін. Жоқтарсың мені бір кезде, жәрдемім тимес, не етермін, бекінсем осы бір сөзге. Деп Қайран бабамыз өзі жырлап өткендей, тірісінде тынышына қоймаған қас дұшпаны, қанды шеңгелін өлгесінде рухына қадай түскені қандай өкінішті. Шәкәрімнің шығармалары мен өмірбаян туралы деректер арасында керемет байланыс бар. Жалпы, біз әдебиет сабағынан өтетін өмірбаяндық мәнмәтіннің шығарманы талдауда түсінудегі маңызын мен енді терең аңғарған сияқтымын. Тау басындағы ой атты философиялық толғауында шәкәрім өз тағдырына рефлексия жасап, адам бойындағы асыл қасиеттер, таза ақыл, терең ой, ар ұжданды дәріптейді. Шыққаным шыңғыстағы бір биік тау, жақсы екен тауға шығып тағдыр сынау, немесе тұңғиық қараңғы түн, жарық күндіз, бірін-бірі қуалап жүр тынымсыз, бір жолата қараңғы болмасын деп көмескі сәуле берер ай мен жұлдыз деген жолдарында автор адам өмірін, анығырағы өз тағдырын табиғи құбылыстарға астастыра сипаттайды. Жақсы мен жаманның мәңгі бітпес шайқасы өз тағдырындағы азды көпті сәулелі кезеңдерді астарлап жеткізеді. Лирикалық кейіпкер тау басында ойланып отыр. Демек, автор айтылған асыл қасиеттерді екі жақты биіктетіп отыр. Біріншісі сипаттауы, суреттеуі арқылы. Екіншісі лирикалық кейіпкер ойланып отырған орын арқылы. Қажы атамыз бұл өлеңді шамамен 63-64 жасында жазыпты. Дәл осы өлеңмен қабаттасып жазылған «Ей жастар, қалай дейсің бұл дүние?» Ұждандыны мақтайды тамам адам деп аталатын туындыларына, тағы да басқа бірнеше өлеңдеріне жоғарыда айтылған ар ілімі, өмір мен өлім философиясы тақырыбын арқау еткен толыққанды толғауыр циклін жазған. Енді қараңыз, 1918 жылдан бастап шәкәрім Алаш қозғалысына қатысып, уездік земство жұмысына, Алаш сотының қызметіне тікелей араласады. Көп ұзамай қоғамдық саяси қызметтен өз еркімен алшақтап, дау-дамай мен айтыс-тартыстан іргесін аулақ салады. Бұл кезде ұлы ғұлама 60-61 жаста. Содан кейінгі 1-2 жылда ел арасынан көрген білгендерін ой елігінен өткізіп, ұлтын жақсылыққа жетелеу мақсатында жоғарыда айтылған философиялық толғауларын, ажалсыз ғаскерлерін ақ қағазға тізеді. Енді бір өлеңінде ұждандыны мақтайды тамам адам, мейлі ғалым болса да, мейлі надан деп ар ісі, ар ілімі, мамандық пен жас, әлеуметтік деңгейге тәуелсіз екенін айтса, денесі неше миллион құбылса да, оның жаны баяғы ескі жаны деп жанның мәңгілігін, оның өлмейтінін армен, ұжданмен азықтанып, өмір сүре беретінін тілге тиек етеді. Ахмет, осындай терең ойлы атамыздың өліміне не себеп? Неліктен көп нәрсе жұмбақ екенін таба алдың ба? Қылышынан қан сорғалаған НКВД шәкәрімге Шыңғыстау көтерілісін ұйымдастырды деген жалған айып тағады. Бұл енді ақылға сыймайды. 1925 жылдан бастап өмірінің соңына дейін Құдайбердіұлы Шақпақ деп аталатын өз қыстауынан 15 шақырымдай жерге қора жай салып, тек шығармашылықпен айналысу мақсатында елден, отбасынан оқшау кетіп, жалғыз өзі өмір сүреді. Сонда ай далада шығармашылықпен айналысқан, өмір бойы ары мен ұжданын таза ұстаған адам қалай көтеріліс ұйымдастырады? Шәкәрімнің өлімі туралы мынаны айтқым келеді. Біріншіден, шәкәрім еліне қадірлі, беделді тұлға. Жаратушыны жанды, ар ұжданды анық, хақ деп таныған. Бұл діни ілім. Кеңес үкіметінің саясаты дінге қарсы болғаны ешкімге жаңалық емес. Демек, сол кездегі Қызыл империяға ұнамаған тұсы алдымен осы болар. Екіншіден, сол кездегі кеңес үкіметінің басшылары асып кетсе орта білімді, жартылай надан еңбекшілерден тұрғаны тарихтан аян. Өз ұстанымы, білімі мен шығармалар арқылы адам ойын жер ғаламшар кеңістігінен емін еркін шарықтатып, ғарыш деңгейіне шығарғанын жаңағы жартылай ғана сауатты шолақ белсенділер қайдан ұқсын? Өздерінен артық ойлайтын, ғылымға терең бойлайтын, өресі биік жан, билік үшін қашанда қауіпті бәсекелес емес пе?
Бәрекелді Ахмет, сенің айтқан деректерің, өмір баяны мен шығармалар арасындағы байланысты түсіндіргенің бүгінгі барлық ой мен тұжырымдардың тұздығы болды. Бүгінгі жас буын батыстың бізге бейтаныс, кейде тіпті бейәдеп өмір салтына ерекше қызықпай, жүрегінің әрбір лүпілі елім деп соққан осындай асылдарымыздың қазынасынан білім нәрінен қаны бірсе, егемен еліміздің ертеңіне алаңдаушылық болмайды деп нық сеніммен айта аламын. Иә достарым, шәкәрім туралы біздің бүгінгі айтқанымыз теңіздің тамшысы ғана. Ұлы атамыздың ұлағатын тағы да ұғына түсу болашағымыздың еншісінде қалсын. Өзіміз ғана оқымай, өзгелерге де насихаттай жүрейік. Бүгінгі подкастымыз осымен өз мәресіне жетті. Сіздің жүрегіңізге шәкәрім айтқан нұрды аз да болса ұялата алдық деп үміттенеміз. Келесі кездескенше ар тазалығын кір шалмасын. Қадірлі тыңдарман. Аман сау болыңыздар.